Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз піскен еттен дайындалатын етті бәліш дайындайтын боламыз. Жасалуы да дайындалуы да өте тез, үйдегі бар заттармен жасалынады. Видеоны соңына дейін қарап, менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ең алдымен сұйық майымызды, сосын жылы суымызды, жұмыртқамыздың ағын және тұзды салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Сосын ұнымызға содамызды салып, жақсылап араластырып, сұйық массамызға ұнымызды аз-аздан сала отырып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымызды илеп болғаннан кейін салафанымызға салып, бөлме температурасында қалдырамыз. Сосын салмамызды дайындайтын боламыз. Ең алдымен пиязымызды ұсақтап, төрт-бұрыштап турап аламыз. Картошкамызды да ұсақтап, төрт-бұрыштап турап аламыз. Сосын піскен етімізді де ірілеп, төрт-бұрыштап турап аламыз. Піскен еттің орнына фаршты, тауық етін қолдансаңыздар да болады. Ет асқанда немесе басқа да тамақтан қалған еттерден осылай етті бәліш жасап жіберемін. Өте дәмді, керемет шығады. Сіздер де солай жасасаңыздар болады. Енді дәміне қарай тұзымызды, қара бұрышымызды салып, жақсылап араластырамыз. Салмамыз дайын. Енді қамырымызды теңдей екі бөлікке бөліп, жайып шығатын боламыз. Жайып болған қамырымызды оқтаумен орап аламыз да, табамызға пергамент қағазын төсеп, соның үстіне қамырымызды жайып шығамыз. Сосын салмамызды саламыз. Енді екінші қамырымызды жаямыз. Дайын болған қамырымызды оқтауымызға орап аламыз. Салмамыздың үстіне біраз қасық сары май салып жіберіп, екінші қамырымызды үстіне жайып шығып, шеттерін біріктіріп шығамыз. Видеодағыдай түйіп шықсаңыздар да болады. Қамырымыздың ортасын тесіп аламыз да, жұмыртқамыздың сарысын жағып шығамыз. Сосын күнжіс теуіп, 180 градуста қызып тұрған пеште қызарғанша немесе 30-35 минут пісіріп аламыз. Міне біздің осымен пирогымыз дайын. Жасап көріңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын.